Баршаңызға сәлем достар. Әдеттегідей бүгінгі видео түс көру жайлы болады. Кей уақытта біріміз болмаса да, басқамыз түсініксіз қорқынышты түстер көретініміз анық. Сол себепті де бүгінгі тақырып түсімізде қорқынышты түс көрсек, нені білдіреді? Сол жайлы болмақ. Ал ендеше бастайық. Ибн Сириннің айтуынша, адам баласы түсінде қорқынышты нәрселер көрсе, ол адамның жасаған күнәларын көп ойлап, соларға қатты өкініп, Алладан қорқатындығының белгісі деген. Ал егер сіз түсіңізде қорқынышты нәрселерден қашып жүрсеңіз, бұл жақсылыққа жорылатын түс. Егер де сіз тұрмыс құратын ойыңыз болса, тұрмыс құратындығыңыздың белгісі немесе жұмысыңызда жақсы бір келісім шарт жасайтындығыңызды білдіреді. Егер сіз түсіңізде қорқынышты соғыс болып жатқанын көрсеңіз, бұл сіздің ашушандығыңыздың белгісі. Егер де ер адам түсінде жақсы көретін әйелінен қорқып қашып жүрсе, ол адамның әйелін қатты жақсы көретіндігін білдіреді және одан айырылып қалам деп ойлап, осындай қорқынышты түстер көреді. Ер адам түсінде қорқынышты түс көрсе, Алла тағалаға құлшылық жасап, тәубе етіп жақындайтындығын білдіреді. Ер адам түсінде қорқынышты жылан көрсе, өзінің дұшпандарын жеңетіндігін білдіреді. Ал егер де ер адам түсінде қорқынышты арыстан көрсе, бұл ол адамның әлсіздігін білдіреді. Сондай-ақ, түсіңізде қорқынышты түс көрсеңіз, мысалға соғыс, атыс секілді, онда бұл түс өміріңізде болып жатқан отбасылық жағдайыңызды білдіреді. Алланың қалауымен сол қиыншылықтарды жеңіп шығасыз. Тек Алладан үмітіңізді үзбей, үнемі дұғада болыңыз. Егер түсіңізде сары шаян көрсеңіз, бұл түс жақсылыққа жорылады. Мағынасы сіздің жақсы мен жаманды ажырата алатындығыңыздың белгісі. Достар, осымен түс көруге арналған шығарылымымыз аяқталды. Егер де біздің видеомыз ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар және де подписаться бөлін басып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.